Қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай ерекше осенний салат дайындайтын боламыз. Осенний салатты дайындау үшін бізге қажетті азық-түліктердің барлығын қазір описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Достар, менің видеомды көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сонда менің видеомды сіз алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Біздің салатымызға қажетті азық-түліктер: бірінші, қызыл перецімізді, яғни тәтті бұрышымызды ұзыннан етіп, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Барлық туралған көкөністерімізді үлкен ыдысымызға сала бастаймыз. Тәтті бұрышымызды турап болғаннан кейін үстіне капустамызды тураймыз. Капустаны да дәл сондай қылып ұзыннан және жіңішке етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін алдын ала 2 сағат салқын суға салынған қиярымызды турайтын боламыз. Қиярымызды да дәл солай ұзыннан етіп турап шығамыз. Салатқа қоспас бұрын салқын суға салып қойыңыздар. Қиярымызды турап болғаннан кейін енді пиязымызды тураймыз. Мен пиязды да дәл солай салқын суға салып қойдым алдын ала, көзімізді ашытпау үшін. Жіңішке етіп жақсылап пиязымызды турап шығамыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін енді қызанақтарымызды тураймыз. Қызанақтың керек емес жерлерін осылай тазартып алып, 4 бөлікке, 5-6 бөлікке осы ұзыннан турап шығамыз. Бұл салат өте қарапайым, жасалуы да оңай, кез келген адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Қыста өте күшті салаттардың бірі болып шығады. Енді сәбізімізді осылай теркіден өткізіп аламыз. Неғұрлым ұзақ қып, ірі қып өткізіңіздер. Өйткені қазір салат қайнаған кезде ол езіліп, көрінбей кетуі мүмкін. Сондықтан ұзақ қып өткізгендеріңіз жақсы. Отбасы санына байланысты көп жасасаңыздар да болады. Осы азық-түліктерді көп қылып қосып, енді чесноктарымызды осылай турап шығамыз. Чесноктан неғұрлым көп қоссаңыздар, салатыңыз соғұрлым дәмді болып шығады. Мен 1 кесе толтырып қостым чеснокты. Чесногымызды турап болғаннан кейін ащы бұрыш қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша, немесе қоспай жасасаңыздар да болады. Мен 3 штук қостым. Егер қоспаймын деп не қылсаңыздар, қоспай жасауға да болады. Біз енді бүкіл турайтын барлығын турап, уже ыдысымызға салдық.
ең үлкен ыдыс алып араластыруға ыңғайлы етіп алыңыздар. Енді үстіне ұсақ қара бұрышымызды және тұзымызды, мен 3 ас қасық тұз салдым. Қанша тұз салсаңыздар, сонша қант қосамыз. Енді үстіне бір кесе толтырып шемішкі май қосамыз. Иісі жоқ, таза май қосыңыздар. Содан кейін үстіне укропымызды қосамыз. Укроп та қалауыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Мен бір укроп турап қосып жібердім. Және 2-3 ас қасық уксус қостым, 70%. Мінекей уже біздің салатымызды араластырып, бетін жауып 7-8 сағатқа, яғни әбден соғы шыққанша қойып қоямыз. Неме банкілерге құйдым, уже соғы, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, соғы өте көп шықты. Енді осыны үлкен ыдысқа қайнататын боламыз. Ыдысымызға кішкене астына майлық төсеп, мінекей видеода көрсетілген, үстіне банкаларымызды қоямыз. Салқын суымызды құйып қайнататын боламыз. Мінекей қайнады, уже қайнағаннан кейін енді 40 минут уже банкілерімізді қайнатып аламыз. 40 минут өткеннен кейін мендегі көрініс осындай. Бетін 2-3 минутқа ашып суытып, уже закрывашканың көмегімен жақсылап аузын жабатын боламыз. Мінекей біздің салаттарымыз дайын, ас болсын.